Арнама қош келдіңіздер. Сіздермен өте ерекше дәмдәрі оңай тағам дайындайтын боламыз. Толық ингредиенттерді описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен қызып тұрған майда етімізді жақсылап қызартып қуырып аламыз. Үстінен аз ғана тұз қосамыз. Және де жарты ас қасықта соя соусын қосатын боламыз және жақсылап араластырамыз. Одан соң алдын ала турап алған пиязымызды қосып, жақсылап тағы бір рет араластырып аламыз. Енді үстінен әртүрлі дәмдеуіштерді қосамыз. Менде ориандр, сладкая паприка, қара бұрыш және де майдаланған чеснок. Ал одан соң 2 ас қасықта томатная пастаны қосып, жақсылап араластырып, су құйып, пісіруге қойып қоямыз. Одан соң гарниріне күріш, үстінен сұйық май құйып жібердім, жабыспай әдемі болып пісу үшін. Мінекей етімізде жақсылап пісіп жатыр, қайнап. Күрішіміз әдемі болып көріп тұрғандарыңыздай жабыспай пісті. Етімізде дайын уже пісіп қалды. Ал енді әдемілеп сәндеп қоятын боламыз. Ол үшін кесе және пиаланы пайдаландым. Кесеміздің ішіне пиаламызды осылай арт жағынан төңкеріп қойып, күрішімізді әдемілеп нығыздап басып салатын боламыз. Сол кезде біздің формамыз әдемі болып шығатын болады. Күріштің арасына жүгері, яғни кукуруза және де жасыл бұршақ, горох қоссаңыздар да өте тамаша болып көрінетін болады. Үстінен тағы бір рет нығыздап дайындап алған тарелкамызға әдемілеп қоятын боламыз. Мінекей бізде осындай форма шықты. Енді ішіне жаңағы етімізді әдемілеп салатын боламыз. Мінекей бізде керемет кешкі ас дайын. Дәмі прям сочный болып шыққан. Сіздер де жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Және де менде үстін сәндеуге көк пияздардан пайдаландым. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса, арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіздер.